Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бүйректің және несепағардың құрылысы. Бүгінгі сабақта бүйректің гистологиялық құрылысын, бүйректің классификациясын және несепағардың гистологиялық құрылысын айтатын боламыз. Бүйрек, орысша почка, рен, нефроз. Пішіні бұршақ тәріздес, қызыл қоңыр түсті, қомақты жұп мүше. Ол негізгі зәр бөлу мүшесі. Бүйрек организмдегі қан қысымын, су тұз алмасуын реттеуге де қатысады. Бүйрек құрсақ қуысының бел аумағында, бел омыртқалардың вентральды бұлшық еттерінің төменгі бетінде олармен жанасып жатады. Алдағы суретте бүйректің гистологиялық құрылысы көрсетілген. Ол сыртынан бүйрек майы қапшығымен қапталған, оның төменгі беті құрсақ қуысы сірлі қабығы ішпердемен жанасып, онымен тек төменгі және екі бүйір беттері ғана қапталған. Бүйректің ішкі медиальды ойыс бетіндегі қан, лимфа тамырлары мен жүйкелер енетін жерін бүйрек қақпасы деп атайды. Бүйректі қақ жарып кесіп қарағанда, оның кескінінде бір-бірімен айқын ажырайтын үш аймақты көрінеді. Біріншісі бүйректің сыртқы фиброзды қапшығымен жанасып жатқан шеткі қызғылт қоңыр түсті несеп түзгіш қыртысты аймақ. Екіншісі ішкі несеп өткізгіш бозғылт аймақ. Үшіншісі осы екеуінің аралығындағы қоңыр түсті ірі қан тамырлары өтетін шекаралық аймақ болып табылады. Бүйректің қыртысты аймағында қаннан зәрдің түзілуін іс жүзіне асыратын қоңыр қызыл түсті көптеген ұсақ бүйрек денешіктері мүшенің сыртынан ішіне қарай қатарласып орналасады. Оларды бір-бірімен сәуле тәрізді өтетін ішкі өзекшелер қатарлары ажыратып тұрады. Ішкі бозғылт аймақ бүйрек пирамидаларынан құралған. Бүйректің ішкі жағына қарай бағытталған пирамидалардың төбелері бүйрек емізікшелері деп аталады. Алдағы суретте мысықтың зәр шығару мүшесі көрсетілген. Почки дегеніміз бүйрек, мочевой пузырь дегеніміз қуық, влагалище дегеніміз бізде қынап. Бүйректің жануарларда жиі кездесетін төрт түрін ажыратамыз. Біріншісі көптік бүйрек, бір-бірімен зәр шығару өзектері бүйрек сабақшалары арқылы байланысып жатқан көптеген майда және жеке бүйрекшелерден тұрады. Екіншісі тілімді көп емізікшелі бүйрек. Бүйректің сыртқы жағы бір-біріне тілімделіп бөлініп, қосыла қойған, ал ішкі жақтары толық қосылып бірігіп кеткен бүйрекшелерден құраған. Үшіншісі тегіс көп емізікшелі бүйрек. Шошқада, маймылдарда және адамда болады. Тегіс бір емізікшелі бүйрек барлық жыртқыш жануарларда, қойда, ешкіде, жылқыда, түйеде және де тағы басқа көптеген жануарларда болады. Сиыр бүйректері. Бүйрек пирамидаларының саны 8-12, оң бүйрек құрсақ қуысы бел аумағының оң жағында, 12-13 қабырғалар мен екінші бел омыртқалардың аралығында орналасады. Бүйректің пішіні ұзынша, сопақ болып келген. Жылқы бүйректері тегіс бір емізікшелі бүйрекке жатады. Оның оң бүйрегінің пішіні жүрекке ұқсас, ал сол бүйрегі лобия тәрізді болады. Келесі жануар қой мен ешкі бүйректері тегіс бір емізікшелі бүйрек болып табылады. Бүйрек пирамидаларының саны 10-16. Оң бүйрек құрсақ қуысы бел аумағының оң жағында, 12-13 қабырға мен екінші бел омыртқа аралығында, ал сол бүйрек оң бүйректің артқы жағында, 3-6 бел омыртқалар аралығында жатады. Шошқа бүйректері пішіні лобия тәрізді, тегіс, көп емізікшелі бүйрек. Бүйрек пирамидаларының саны 10-12. Олардың әрқайсысы тостағаншалармен қоршалып, жақсы жетілген бүйрек түбегіне ашылады. Ит бүйректері тегіс бір емізікшелі бүйрекке жатады. Емізікшесінің пішіні тараққа ұқсас. Бүйрек пирамидаларының саны 12-17 дана. Бүйректің гистологиялық құрылысы. Бүйректі сыртынан тығыз дәнекер ұлпалық қапшық қаптап жатады. Бүйрек құрылысы жағынан қомақты паренхималы мүше болып табылады. Бүйректің паренхимасын нефрондар, ал оның стромасын нефрондардың аралығындағы қан тамырларына бай борпылдақ дәнекер ұлпалық аралықтар құрайды.
Келесі зәр шығару мүшесі несеп ағар. Несеп ағарды орысша мочеточник деп атаймыз. Уретер бүйрек түбегінен басталып, бел аумағы арқылы жамбас қуысындағы қуыққа дейінгі созылған мүше болып, түтікше мүше болып табылады. Ол құрсақ қуысындағы қысқа қатпарға ілініп, оның бүйір қабырғасында орналасады. Ал жамбас қуысында несеп ағар, несеп жыныс қатпарының құрамында қуықтың жоғарғы қабырғасымен жанасып, оған қиғаштала еніп, 3-5 сантиметрдей аралықта етті және кілегейлі қабықтардың арасымен өтіп барып, қуық қуысына жалғасады. Келесі суретте мысықтың зәр шығару мүшелері көрсетілген. Почки бізде бүйрек жұп мүше, мочеточник несеп ағар және де мочевой пузырь қуық болып табылады. Несеп ағардың бұлай қуық қабырғасымен өтіп қуықтың қуысына ашылуы зәрдің бүйректен қуыққа тек бір бағытта ғана ағуына жағдай тудырады. Зәр қуық қуысынан кері несеп ағарға өте алмайды, себебі қуық зәрге толған сайын оның етті қабығы несеп ағарды сыртқы жағынан қысып, зәрдің кері несеп ағарға өтуіне мүмкіндік бермейді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.